Қаншамыз? Оңай 400 мың 500 мың теңге айлық сату бөліміне сатушылар. Ол видеограф, мобилограф болуға кемінде 150 мың теңге. Ол Алматы, Нұр-Сұлтан менен сұрап жатыр. Қандай мамандық, қай мамандық таңдайтын білмейді. Қазақстандағы топ 5. Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видеода біз сіздермен топ 5 мамандық бойынша сөйлесетін боламыз. Қазақстандағы керек және де сұранысқа ие және де ең оңай табысқа шығатын мамандықтарды мен бүгінгі видеода сіздерге айтатын боламын. Егер де видео ұнайтын болса, комментарийлер жазып және де лайк қойып кетіңіздер. Міндетті түрде қоңырау шалып басыңыз, өйткені келесіде жуырда сіздерге керемет видеолар шығатын болады. Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видеода біз мамандық бойынша сөйлесетін боламыз. Яғни көптеген менің оқырмандарым жастар екен. Жастар менен сұрап жатыр. Қазір Қазақстанда қандай мамандық көп айлық алады? Немесе қандай мамандық бастау, таңдау оңай деген сияқты. Өйткені мектеп оқушылары университетке түсейін десе, қай мамандық таңдайтын білмейді. Немесе университетте оқып жүрген студенттер, сіз де студент болуыңыз мүмкін. Өзіңіздің мамандығыңыз ұнамай, мамандық ауыстырайын деп шешсеңіз, немесе сол мамандықта оқып, мысалы басқа мамандықта жұмыс істейтін де адамдар бар екен. Сол себепті біз бүгінгі видеода Қазақстандағы топ 5 мамандық бойынша сөйлесетін боламыз. Яғни 5 мамандық ішіне ең оңай бастауға болады және де қымбат айлық алатын мамандар бойынша сөйлесетін боламыз. Ең бірінші, достар, мен өзімнің кәсібімде, өзімнің жобаларымда қазіргі таңда маған керек мамандық және де ең кәсіпкерлер қиналатын мамандықтардың бірі ол Қазақстан нарығында маркетолог. Яғни көптеген кәсіпкерлер бұл маркетологты таба алмайды. Мысалы, Шымкент қаласында жақсы маркетологтар табу өте қиынырақ болып келеді. Және де бұл маркетологтардың айлығы Шымкент қаласында кемінде 200-250 мың теңге. Ал егер де басқа қалаларды алатын болсақ, ол Алматы, Нұр-Сұлтан қалаларын алатын болсақ, ол қалаларда маркетолог мамандары кемінде 300 мың теңге алады. Сол себепті бұл маркетолог мамандығын таңдауға болатын әлдеқайда бір мүмкіншіліктердің бірі болып келеді. Сол себепті қай мамандық таңдай алмайтсаңыз, осы экономика саласындағы маркетолог мамандарын таңдасаңыз болады. Өйткені маркетолог болу ол аса, қалай айтсам болады, аса сіздің физикалық еңбектеріңізді требовать етпейді. Сол себепті сіз өзіңіздің жарнама бойынша және де өзіңіздің осы маркетолог мамандық бойынша сіз біліміңіз болса, сіз кез келген компанияға жұмысқа оңайырақ кіруіңіз әлдеқайда мүмкін. Екінші менің өзімнің жобаларында кездестіріп жүрген бұл копирайтер мамандығы. Копирайтер мамандығы бұл сіз егер де копирайтер мамандық болу үшін сіз өте жақсы бағанағыдай жаза алуыңыз керек. Және де сіз жазған текстеріңіз халыққа өтетіндей және де халыққа түсінікті болу керек. Және де копирайтер мамандықтарында сіз жазған текстеріңіз сатылым текстерде болу керек. Сол себепті егер сіз мектепте, университетте жақсы жаза алған, жақсы оқыған азаматтардың бірі болсаңыз, сіз копирайтер мамандығын таңдасаңыз болады. Копирайтер мамандығы біздің Шымкент қаласындағы нарығын алатын болсақ, немесе Қазақстан нарығын алатын болсақ, кемінде 150 мың теңге айлық алатын сфералардың бірі болып келеді. Мамандардың бірі болып келеді. Және де егер де сіз мысалы бір компанияға кірмей, сіз удаленный дейді ғой, яғни қашықтықта жұмыс жасап, сіз копирайтер мамандықта ақша тапсаңыз болады. Яғни бірнеше жобаларды алып. Үшінші, ең оңай, тез бастайтын және де қазіргі таңда өзіңіз білесіз, біздің Қазақстанға танымал красавчик Қыран Талапбек деген жігіт бар, ол кісіге Алла разы болсын. Мобилограф деген курсы бар, яғни бұл жарнама емес, бірақтан мен сізге айтайын, мобилографтар, яғни қазіргі таңда кемінде 80 мың 100 мың теңге табады. Сіз егер де өзіңіз студент болсаңыз, немесе 16-17 жастағы сіз оқушы болсаңыз, әрине болған бір таңдайтын мамандық емес, мобилограф деген. Но ол сізге ақша тез алып келетін және оңай таңдауға болатын мамандықтардың бірі болып келеді.
мобилограф, видеограф деген сияқты. Өйткені видеографтар мысалы қазіргі таңда нарықта Шымкент қаласында кемінде 150 мың мен 200 мың теңгеден аса ақша табады. Ол видеограф, мобилограф болуға арнайы бір диплом керек емес. Арнайы бір былай айтқанда бір нәрсені оқуды, яғни жоғары оқу орнын бітіру керек емес. Яғни тез лезде бастап кетсеңіз болады. Тек қана бір телефон керек, осындай болды. Төртінші сөйлесетіміз бұл сату бөліміне сатушылар. Яғни мен өзімнің жобаларым бар, өздеріңіз білесіздер. Біздің жалпы компанияда 6 жоба бар. 6 жобаға бізге керек және де көп біз айлық төлейтініміз сату бөлімінің сатушылары. Яғни ол деген Шымкент қаласындағы нарықта, егер сіз керемет сатушы болсаңыз, яғни офистегі бір мысалы алайық фитнес-клубтағы мысалы абонемент сататын сатушылар, немесе бір компаниядағы бір продуктын сататын сатушы болып сіз жұмысқа кіретін болсаңыз, кемінде сіздің айлығыңыз Шымкент қаласында 200-300 мың теңге болады. Ал Алматы, Астана қалаларында кемінде 400 мың, 500 мың теңге айлық алатын боласыздар. Ол үшін сіз сату маманы болу үшін сіз өзіңіз қабілетіңіз, яғни ол сату, яғни кез келген адамға, кез келген кәсіпкерге керек қабілет. Ол үшін сіз арнайы бір мамандықты бітіру және де оны оқу керек деп мен ойламаймын. Бұл жеке менің пікірім. Сол себепті сату маманы бұл 18 жасар адам да бола алады, 25 жастағы адам да бола алады, яғни бір жоғары оқу орнын бітіру керек деп мен ойламаймын. Сату маманына сатушы болу. Және де сату маманы болсаңыз, сіз сату бөлім басшысы бола аласыз. Және де егер де сату бөліміне бастайтын болсаңыз, сіз сату бөлім басшы болғандықтан компанияның басшысы болып кете аласыз. Түсінікті ғой, яғни кез келген компанияға бұл сату керек. Егер сіз жақсы сата алатын мамандардың бірі болып келсеңіз, сіз компанияның басшысы ретінде болып кетуіңіз әлдеқайда мүмкін. Және де ең соңғы 5-ші мамандық бұл бізде таргетолог мамандығы. Яғни көптеген қазір жастарымыз бар. Көптеген біз қазір Инстаграмда байқап жатырмыз. Таргетолог мамандары кез келген жобаға, кез келген компанияға керек мамандықтардың бірі болып келеді. Егер сіз мысалы кәсіп бастайтын болсаңыз, сізге таргетолог керек. Өйткені сізге тұтынушы, яғни айтқанда клиент керек. Ал Шымкент қаласындағы нарықта таргетолог мамандықтары кемінде 100 мың 200 мың теңге айлық алады. Ал басқа қалаларда, ол Алматы болсын, Астана болсын, бағана айтқандай, одан да жоғары айлық алуы әлдеқайда мүмкін. Және де таргетолог мамандықтың ең ерекшелігі, ең жақсы бұл айтқанда артықшылықтары, бұл таргетолог мамандығы сіз Шымкент қаласында болсаңыз да, Алматы, Астана, кез келген қалада қашықтықта, яғни удаленкада жұмыс жасай бересіз. Яғни ол деген нәрсе, сіз қазір таңда Қызылорда қаласында болсаңыз да, Шымкент қаласында болсаңыз да, сіздің серіктесіңіз немесе тұтынушыңыз, яғни клиентіңіз, ол басқа қаладан болса да, сіздер бір-біріңізбен жұмыс жасай бересіздер. Сол себепті таргетолог мамандығы әлдеқайда сұранысқа ие. Бұл сіздерге мен айтқан 5 мамандық өзімнің жобаларымда кездестіріп жүрген, және де қазіргі таңда Қазақстандағы ең оңай және де сұранысқа ие, және де көптеген айлық алуға, көптеген табысқа шығуға болатын мамандықтардың бірі болып келеді. Жалпы осы достар, егер де сіз қандай мамандық таңдайым, не таңдайым деп жүрсеңіз, осындай керемет мамандықтар бар. Жалпы біздің пробизнес кәсіпкерлік мектепте бізде көптеген студенттер оқып жатады, яғни кәсіп бастауға немесе кәсібін табысын арттыруға, яғни системаға, автоматизацияға. Осы пробизнес кәсіпкерлік мектепте оқып жүрген кезде де сіз осы мамандықтарды иересіз, яғни таргетолог мамандығын, маркетолог мамандығын және де сату бөлімін. Өйткені кез келген кәсіпкер де бұл таргетологты, яғни жұмысқа қалай алу керек, қалай контроль ету, ол өте маңызды. Және де сату бөліміне сатушыны алу да, оған қанша айлық төлеу де, ол өте маңызды. Сол себепті сіздер пробизнес кәсіпкерлік мектебіне келсеңіздер, өте көп білімді алатыныңызға мен 100% сенімдім. Достар, сіздермен болған Тұран Абжанов. Осы видео сіздерге ұнаса, дәл қазір лайк басып бердіңіздер, бұлай және де қоңырау шалды басып бердіңіз, өйткені келесі видеоларды сіздерге ескертіп отыратын болады.